білімі мен біліктілігі қатар ұштасып, мерекелі кештермен дүбірлі думандардың көркін қыздырып жүрген тәжірибелі жүргізуші, шоумен Руслан Ысқақ заманауи кештермен заңғар қуаныштарды кеш иелерімен ақылдаса отырып, естен кетпес естеліктерге толы деңгейде өткізе біледі. Ал енді қымбатты қонақтар, қадірлі ағайын, міне бүгін өздеріңізге белгілі, елімізге елеулі, халқымызға қалаулы, қадірлі қасиетті қазақ елінің, қазақ жерінің мақтаныштары Ибраевтар әулетінде үлкен той, Ақтөбенің қарны жарылған сәт. Өздеріңізге белгілі, Бейсен мырзамыз бен Фаузия анамыздың көптен күткен қуанышы дәл бүгін ағайын. Қазақта қанатты сөз бар, қырмызы гүлдің мекені, қырдан да кетер бір күні, қызғалдақ қызға қашанда қонақсың деген төркіні. Міне ендеше текті жерден құтты мекенге әулеттің балауса мақтанышы Динара қызымыз бүгін қанат қағып барады. Құдалықтың, бақыттың алтын көпірін орнатқан екі жасымыздың құрметіне, қуаныштары құшағына сыймаған екі бірдей әулеттің құрметіне, Дуғал шапалақ әрине! Көп жылдық тәжірибесіне сүйенетін Руслан қаймақтық сөздері мен тұшымды ойларын кеш қонақтарының көзқарасымен сабақтастырып, бар кезде халықты шаршатпауға ыңғай жасайды. Татымды сөз, өтімді шоу, көңілді ойындар Русланның басты қаруы. Басты мақсат халық пен халықты сабақтастырып, той төрін жандандыру. Ал кері тартпа әзілмен көбік сөзге мүлдем жаны қас. Нақтылыққа үйренген наролдарын халық сол үшін де жақсы көріп, той төрінен жиі көргісі келіп жатса керек. Шоуменнің жемісті жұмысы өз елімізде ғана емес, алыс жақын шетелдерде де нәтижесін беруде. Атап айтсақ, Дубай, Түркия, Қытай сынды өңірлерде де дүбірлі мерекелердің көшін бастаған. Елдің еркесіне айнала білген епті жігіт ақындықтан да құр алақан емес. Көптеген өнер жұлдыздарының ән мәтіндерін жазып, шоу-бизнеске де үлес қосып жүрген бірден бір тұлға. Эстраданың ерекше жұлдыздары танымал әншілердің көпшілігімен дерлік тығыз байланыста. Атап айтсақ, Мақпал Жүнісова, Бүркіт пен Аиша, Қайрат Нұртас, Жігіттер квартеті сынды. Өмірде де, өнерде де етене әріптес, ерекше дос. Еңбегі сіңіп жүрген белгілі тұлғалардың, жоғарғы лауазым иелерінің көпшілігі мерекелі кештердің тізгінін тұрақты түрде Русланға ұсынады. Кейбіреуі өз туысындай көріп, жай өмірде де араласуға қадам жасап, ықыластарын білдіріп жатады. Бұл әрине адал өнер мен адамдықтың ұштасқан ұлы көріністі шығар. Өз жұмысына бәрін сала кіріскен Руслан осы уақытқа дейін 80-нен аса бағдарламалық ойындардың авторына айналып үлгеріпті. Бірінен бірі асатын көңілді ойындар шаттыққа шаттық қосып, мәртебелі қонақтарға естен кетпес естелік сыйлайтыны сөзсіз. Қазақта жігітке 7 өнерде аз, 70 өнерде көп емес дейді. Актер болғаннан кейін жан-жақты болу керек. Менің тағы бір қырым, әрине көбінесе шоу бағдарламаларды, концерттер жүргізем, мерекелер жүргізем. Бұл енді жалпы өзіме ұнайды. Сол бағытта көптеген әріптестермен таныс болуға тура келеді, дос болуға тура келеді. Өйткені аңшының жолы бір болғанмен де ырзығы бөлек дейді қазақта. Дәл сол бағытта Руслан деген бауырмен таныстым. Танысып қана қойған жоқпын, өмірімізде табыстарды, жақындастық, идеямыз, ойымыз бірден шықты.
Өйткені көп адаммен таныса кетіп, бір-біріне араласып кету өте қиындау болады. Өйткені әркімнің өзінің көзқарасы бар, әркімнің өзінің энергетикасы бар. Сен оны қабылдамауың мүмкін, бірақ енді Русланды мен өзім жақын тарттым. Ол да кеудемнен қақпаған сияқты, өйткені бір-бірімізбен араласып тұрамыз. Сіз бізіміз ең бастысы бар. Жұмыс барысында көп кездесіп тұрамыз. Бірге жұмыс істеген кездеріміз де болды. Біздің салада жүргізуші дипломат болу керек. Қаншама адамның көңілінен шығып, өзінің орнын тапқан жігіттердің бірі Руслан. Маған жалпы өзі қатты өзіме ұнайды, өйткені ашық. Ешқандай бүгулі бармағы жоқ. Сөйлеседі, әңгіме айтады, ақыл айтады, кеңесін айтады. Мына жерде мынандай болып жатыр екен, мына жерде мынандай болып жатыр екен деп сөйлеседі. Семен жоқ, мен ғана білуім керек бұны, менде ғана бұл болу керек, бұдан менен басқа ешкімде болмау керек деген сараңдық жоқ. Менің түсінігімде бұндай жігіттер, бұндай азаматтар қазақ өнеріне, жалпы мынау біздің шоу бағдарламаларға, шоу бизнесқа өте керек, өте тапшы. Шоу бизнес, сондықтан да Русланға тек қана сәттілік дейміз, алған бағытынан қайтпасын. Өйткені біздің соңымыздан еріп келе жатқан інішектеріміздің бірі бардың ізін тай басады дейді. Ол шынымен де, өйткені бізден кейін де эстафетаны алып кететін жастар керек. Одан кейін де жастар келеді. Бұл заманның ағымы солай. Мен ойланбай бірден айталам, Руслан, біздің поколениядан кейін, біздің толқыннан кейінгі шынымен де біздің эстафетаны іліп алып кетіп, ары қарай еркін көрумен жеткізетін жастардың бірі бірегейі. Русланға өзімнің атымнан, отбасымның атынан сәттілік тілеймін. Әрбір мерекелік шара ұзақ дайындықпен келеді. Тіпті ерекше киім үлгісінің өзі кеш иесінің таңдау талабымен киіп, дикциясына баса назар аударып, кешті жоспардағы бағдарлама бойынша өткізіп жатады. Бір сөзбен айтсақ, ол Руслан Ысқақ. Ешкімді қайталамай, өз даңғыл жолымен алты алаштың алғысын алып, арда жұмысын абыроймен атқарып жүрген азамат.